Мүмкін сізге мән бермейтін бір нәрсе бар шығар. Алайда ол жоғалғанға дейін сіз өкінесіз. Сонымен сіз осындай жағдайға тап болдыңыз ба? Пікірге жазыңыз. Сіздермен бірге біз қысқаша шолу арнасы. Біздің әңгімеміз Тікі есімді бай баланың мектеп директорымен кездесуге келуінен басталды. Тікіні жаңа мектепке әкелген адам Тікі әкесінің өкілі болды. Ал Тікі ұрлық жасаған үшін алдыңғы мектептен шығарылды. Бай бала қалай ұры бола алады? Оның себебі неде болды? Директор баланы мектепке қабылдауға қуанышты емес сияқты, бірақ әкесінің пара берген ақшасының арқасында бала қайтадан мектепке бара алды. Бүгінгі сабаққа Нанна есімді жаңадан келген адам келді, және ол Тіке өте қызығушылық танытты. Наннаның өткені туралы көбірек білгісі келді. Біраз уақыттан кейін біз Наннаның сыныптасынан резеңке таспаны ұрлағанын білгенде таң қалдық. Бұл әрекет бізге Нанна мен Тікі ұрлауда өте жақсы екенін көрсетті. Ойын барысында Тікі мен Нанна бір-бірімен кездесіп, олардың екеуі де ұр екенін түсінді. Содан кейін олар бір-бірін ұрлау әдістеріне ставка жасайды. Сонымен екеуі күн сайын ұрлай бастады, өйткені бұл олардың достық жарысы болды. Нәтижесінде Нанна Тіке қарағанда жақсы ұрлауды білді. Бір күні түнде екеуі де ұрлықты жалғастырды. Бұл Тікінің ұрлықта жақсы екенін көрсетті. Екеуі бірге күліп көңіл көтерді. Бұл екеуі де жақын достарынан гөрі көбірек сезінді. Содан кейін Нанна оны ұрланған барлық заттарын салған жерге апарды. Кейінірек Тікі Наннаны үйіне алып келді және онымен достасқан үшін алғыс айтты, өйткені ол оның жалғыз досы болды. Ол өзінің жеке өмірін Наннамен ашық бөлісе бастады. Ол сондай-ақ әкесімен сирек кездесетінін айтты. Бұл Тікі мен оның әкесі бизнесінің арқасында бір-бірімен кездесе алмайтындығын түсіндірді. Сонымен қатар Тікі Наннаны өміріндегі ең қымбат адам деп санады. Бұл шынайы болды ма? Бұл жағдайда Наннаның сезімдері ояна бастады, өйткені ер адам оны қаншалықты бағалайтынын көрсетті. Нанна өзінің жеке басын ашқандай үнсіз қалды. Алайда бұл тек Тікінің сезімі болды. Содан кейін Нанна неге ол сияқты бай жігіт ұры болғысы келетінін сұрады. Ол мұны істегенді ұнататынын айтты. Тікі шын мәнінде жылы жүрегі бар жақсы жігіт болды, бірақ оның айналасындағы адамдардың сүйіспеншілігі, оның әрекетінің себебі ол әкесінің назарын аударғысы келді. Нанна бәрін түсініп білетін сияқты. Бірнеше минуттан кейін Нанна Тікі әкесін қайтара алатынын айтты. Тікі бұл сөзге таң қалды. Содан кейін Нанна одан қалағанын істеуін өтінді. Ол және Тікі екеуі де мектеп директорының ақшасын жемқор жымқыруштан ұрламақ болған. Барлық қаражат сейфтегі үлкен тақтаның артына жасырын түрде жасырылды. Бастапқыда Тікі Наннаға көмектескісі келмеді, өйткені ол Наннаның қиындыққа тап болғанын қаламады. Екінші жағынан Нанна мұны жалғыз жасайтынын айтты. Таңдау жоқ, Тікі оған өз еркімен қосылды. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, ол оны алдаған деп айтуы керек. Демек, кінә оған түседі және Нанна қауіпсіз болады. Нанна тағы да өзін планетадағы ең бақытты қыз сияқты сезінді, сондықтан оны уәде ретінде сүйді. Осыдан кейін Тікі сейфті ашудың бірнеше амалдарын үйренді және бұл оған оңай болды, өйткені ол ақылды жігіт еді. Содан кейін олар мектеп директорының ақшасын ұрлауға кірісті. Нанна Тікі жұмыс істеп тұрған кезде бақылау камерасын басқарды. Тікі өз жұмысында жақсы жұмыс істеді, бірақ өкінішке орай мектеп директоры бірнеше полиция қызметкерлерімен уақытында келді. Мұны көрген директорды барлық бейнежазбалармен көпшілік алдында қорқытты, өйткені ол әрдайым оқушылардың қамқоршыларынан пара алған ақшаны алып отырды. Кенеттен директор Тікімен жалғыз қалып, оның кадрларға қамқорлық жасайтын адамы бар екенін, және егер Тікі әкесі бұрынғыдай әрекет етсе, олар келісімге келе алатынын айтты. Сөзсіз, бұл жұмысты Нанна орындады. Нанна барлық бейнежазбаларды директорға апарып, оны үнсіз қалдырды, өйткені бұл оған мүлдем мағынасы жоқ еді. Нанна мектеп директорынан сыйақы алғысы келді ме? Кенеттен Тікі әкесі тағы да өз адамын оған көмектесуге жіберді. Ашуланғандықтан Тікі мектеп директорын ұрып, полиция қызметкері оны түрмеге жіберді. Ақыр соңында мұның бәрі Наннаның әкесімен кездесуге мүмкіндік беру жоспары болды. Ол түрмеден шыққан күні Тікінің әкесі ұлына қонаққа келді, өйткені ол Тікіға қатты алаңдады. Нанна Тікі әкесімен кездесіп, барлық қастандықтарды ойлап тапқанын көргісі келді, өйткені егер Тікі ұрлауды жалғастыра берсе, әкесі ақшасын оған қайта-қайта көмектесу үшін пайдаланады деп ойлады, бірақ ешқашан онымен кездесуге ниеті болмады. Сондықтан оған бірдеңе істеу керек болды. Енді әкесі мен баласы бір-бірін эмоционалды түрде құшақтады. Көп нәрсе болғаннан кейін Нанна Тікімен қайғырып кездесті және кейбір адамдар оны жоғалтқанға дейін белгілі бір тақырыпқа мән бермейтінін айтты.
Содан кейін олар оны қайтарудың жолын табады. Егер олар оны таба алмаса, олар қайғылы болуы мүмкін. Осыған байланысты ұлынан айырылғалы тұрған тікік әкесі тікмен кездесуге келді, өйткені оған үлкен қауіп төнді. Ол тік әкесінің өміріндегі ең құнды адам. Алайда оның тік туралы ойлануға уақыты болмады. Ол ұлынан айырылғанға дейін оны түсінеді. Ақыр соңында Нано қайтадан жалғыз қалар еді, өйткені оның істегені оған көмектесу үшін болды, бірақ нәтижесінде ол әкесімен кездесуге деген бақыт үшін оны жоғалтуға мәжбүр болды. Бұл әлемде сіз бірдеңе алған кезде басқасын жоғалтасыз. Содан кейін Нанодан кетіп қарызын жалғастыруы керек. Әрине, бұл оқиғаның мәні барлық ата-аналарды шамадан тыс жұмыс жасамауға шақырады. Балаңызға күтім жасау үшін біраз уақыт бөлуге тырысыңыз. Достар, видео соңына келіп қалдық. Егер ұнаса, видеоға лайк басып пікір қалдырсаңыздар болады. Наноға байланысты басқа да видеоларды көре аласыздар.